Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейінде жас суретші Оралбек Қабөкенің біртұтас атты жеке шығармашылық көрмесінің ашылу салтанаты өтті. Көрмеге суретшінің 40-қа жуық кескіндемелік туындылары қойылды. Адамды Құдай өзімен қарым-қатынаста тұру үшін жаратқан. Яғни өзімен біртұтас болғанын қалайды Құдай. Яғни адам мен Еваны жаратқан кезде Құдай оларды ерлі-зайыпты ретінде олар қосылып біртұтас болады деп айтылған. Сол себепті осы көрменің аты да біртұтас. Яғни мен осы отан арқылы, осы отбасындағы тақырып арқылы отанды, яғни жер бетіндегі адамзаттың болмысын, яғни оның болмысының негізі қарым-қатынаста екендігін көрсеткім келді. Оралбек өнердің мінезін болжап біле алмайтын, өлшеп салдырмайтын, тазалық пен адалдыққа ғана мойынсұнатын ақбоз тұлпардың жалынан ұстаған сияқты. Бірақ ол әлі дәстүрлі реалистік мектеп ареалында ізденіс үстінде екен. Оның да әлі ашылмаған сырлары мен табылмаған қырларын қарастырған суретшінің табыстары көз қуантады дейді өнертанушылар. Көрмеден кейін де әрине мен ары қарай менде осы Қазақстанда 4-ші жеке шығармашылық көрмем, жалпында топтық үлкен халықаралық көрмелерді айтпағанда 4-ші жеке шығармашылық көрмем. Енді осы Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы, яғни көрме ашатын орындардың және көрменің деңгейінің мен үшін шыңы деп айтсам болар. Оралбек Қабөке көптеген қалалық, республикалық және халықаралық көрмелерге қатысқан. Жаңа коллекциясының таныстырылымы болса, қыркүйек айының ортасына дейін жалғасады.